Мына картаны қараңыздаршы, бұл Моңғол империясы, яғни Шыңғысхан құрған мемлекет. Бұл 1259, яғни Мөңке ханның билік еткен дәуірі. Мөңке ханды білесіздер, бұл жаңағы Шыңғыс ханның немересі, төленің ұлдары. Құбылай, Мөңке, Арықбұға, осылар билікке таласқаннан кейін Құбылай мен Арықбұғаның арасында бұл империя, әр империяның әр бөлігі өз бетінше тәуелсіздік ала бастайды. Бірақ алтын орда жоқ, мына жерде әлі алтын орда жоқ. Ал моңғолдардың 1200 жылғы жағдайын қараңыздаршы, 1200 жылға қоямын. Тіпті моңғол дейтін мемлекетте жоқ. Мына жақта тек тайпалар, меркіттер, татарлар, наймандар, сол сияқты моңғол тектес халықтар осы үлкен аймақта мекендеп жатты. Ал мынау 1259-ға қоямын. Арада 59 жыл. Немесе тіпті 1250-ге қойсам да, қараңыздар, қатты көп өзгеріс жоқ. Міне қараңыздар, мынау 1200. Мынау былайша қарап тұрсаңыз 50-ақ жыл. Мына жақтағы Жапон теңізінен бастап Балтық теңізіне дейін. Қараңыздаршы. Мына жақтағы Кореядан бастап, Кореядан бастап, мына жақта Тибет, Қытайдың солтүстігі Цин империясы тасталған болған. Мына жақта Жетісу, Арал, Каспий, Ертіс, Жайық, Сырдария, Әмудария. Мына жақтағы Иран. Мына жақтағы енді қараңыздар, бүгінгі Түркия немесе кезіндегі Анадолы, Кіші Азия түбегі. Кіші Азиядағы мына жақта Коня дейтін сұлтанат бар еді. Яғни Осман империясының тарихы басталатын жерлер, шамамен мына жерлер, білесіздер. 1299 жылы осы жерлерде Осман бейлігі құрылады ғой, шамамен. Мынау 1250 жыл. Осы Коня сұлтанаты түгелдей Кавказ жері моңғолдардың қол астында. Еділ мен Жайық, Дон, Дунай, мына жақтағы қаншама аймақтары. Мынау Бату ханның мен Сүбедейдің батысқа жасаған жорығы, Европаға жасаған жорығы. Мына жақта Новгород, Мәскеу, Владимир Суздаль дейтін князьдіктер, мына жақтағы солтүстік теңіз.